Қыздар, сәлем. Осындай кереметті жасап көру үшін менің YouTube каналыма өтіп, толық нұсқасын қарап, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алдымен шағын асқабағымызды ортасынан бірдей етіп бөліп, екі бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген екі бөлікті ортасындағы дәнінен ажыратып, пышақтың көмегімен тазалап аламыз. Менде осылай дайын болды. Одан кейін ортасына салатын тауық етімізді дайындап аламыз. Алдымен мискімізге тауық еттерін салып, одан кейін үстіне сарымсағымызды майдалап турап қосып шығамыз. Кейін тауық етіне арналған дәмдеушімізді молырақ қоса беріңіздер, қыздар. Одан кейін қара бұрышымызды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қара бұрыш пен тұзды қосып, кейін оған майонезімізбен, аз-аздан майонезімізбен кетчупымызды қосып шығамыз. Мен осылай етіп қосып шықтым, шағын-шағын. Осының өзі біраз болады. Бұл дайын болған тауық етін араластырып, 1 сағатқа тұзы, дәмдеуіштері сіңу үшін қалдырамыз. Менде 1 сағат өтті. Енді асқабағымызға тапаға салып, дайындап аламыз. Тауық етін біртіндеп, біркелкетіп салып, пешімізге саламыз. Бастапқы 10-15 минут 200 градуста, қалған 1 сағатын 150 градуста пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай керемет, дәмді, жып-жұмсақ асқабағымызбен тауық еті дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонаққа ұсынсаңыздар, еш ұялмайсыздар. Ол үшін мен YouTube каналыма өтіп, толық нұсқасын көріңіздер.